Неліктен мұхиттың көп бөлігі әлі зерттелмеген? Бір сәтке ойлап көріңіз. Адамзат айға ұшты, Марсқа роботтар жіберді. Миллиардтаған шақырым қашықтықтағы ғаламшарлардың суретін түсірді. Бірақ дәл өз планетамыздағы мұхиттың түбін әлі толықтай зерттей алған жоқ. Ғалымдардың айтуынша дүниежүзілік мұхиттың басым бөлігі әлі де толық зерттелмеген. Қалай ойлайсыз, неге? Неліктен біз ғарышты зерттеуді мұхиттан бұрын бастадық? Бүгін осы сұрақтың жауабын бір кездеп көреміз. Бұл қызықты фактілер. Жер бетінің шамамен 71% мұхитпен жабылған. Бұл алып кеңістік. Орташа тереңдігі шамамен 3-7 шақырым. Ал ең терең жері Мариана шұңғымасы. Оның тереңдігі шамамен 11 шақырым. Егер әлемдегі ең биік тау Эверестті осы шұңғымаға орналастырсақ, оның шыңы әлі де су астында қалар еді. Осындай орасан кеңістікті толық зерттеу өте қиын міндет. Негізгі себептердің бірі алып қысым. Тереңдеген сайын су қысымы күрт арта береді. Мариана шұңғымасының түбінде қысым теңіз деңгейіндегі атмосфералық қысымнан 1000 есе, тіпті одан да көп. Мұндай қысым қарапайым сүңгуір қайықта әп-сәтте жаншып жібере алады. Сондықтан мұндай тереңдікке тек арнайы жасалған өте берік аппараттар ғана түсе алады. Олардың саны өте аз. Оларды жасауға $100 миллион жұмсалады. Терең мұхитта тағы бір қиындық бар. Бұл жарық. Күн сәулесі суға терең ене алмайды. Шамамен 1000 метрден кейін толық қараңғылық басталады. Онда күн ешқашан шықпайды. Температура көбіне 0 градусқа жақын болады. Камералар, шамдар және зерттеу құралдары мұндай жағдайда ұзақ жұмыс істей алмайды. Ғалымдар әрбір экспедицияны өте мұқият жоспарлайды. Көпшілік мұхит түбін тегіс жазық деп ойлайды. Бірақ шындық мүлде басқа. Онда алып таулар бар. Мыңдаған жарна таулар орналасқан. Терең шатқалдар мен ұзын жоталар созылып жатыр. Кейбір су асты тауларының биіктігі жер бетіндегі әйгілі таулармен бірдей. Осындай күрделі жерлерді картаға түсіру үшін ондаған жыл қажет. Сондықтан ғалымдар әлі күнге дейін мұхит түбінің жаңа бөліктерін анықтап жатыр. Әрбір жаңа экспедиция таңғаларлық жаңалыққа келеді. Ғалымдар бұрын белгісіз болған тіршілік иелерін тауып келеді. Кейбір балықтар өз денесінен жарық шығарады. Кейбір жәндіктер жүздеген атмосфералық қысымда еш қиындықсыз өмір сүреді. Тіпті бұрын ғылымға белгісіз микроорганизмдер де табылып жатыр. Бұл мұхиттың бізге әлі де қаншама құпиясын ашпағанын көрсетеді. Қорытындай келе көпшілік ғарышты адамзаттың соңғы шекарасы деп атайды. Бірақ шын мәнінде сондай үлкен жұмбақ дәл біздің аяғымыздың астында жатыр. Мұхит жердегі ең аз зерттелген әлемдердің бірі. Онда әлі ашылмаған жануарлар да болуы мүмкін. Белгісіз табиғи құбылыстар да кездесуі ықтимал. Мүмкін болашақтағы ең үлкен ғылыми жаңалықтардың бірі дәл осы мұхит түбінен табылып қалар.